Бүгінгі сендермен өтетін тақырыбымыз Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы. Емдегіш құралдарды анықтаймыз. Бұл үшін қазір бірінші мен сендерге оқулықты ашатын боламын. Цифрлық оқулық. Бәріміз мұқият қараймыз. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының комикс түріндегі жасалған цифрлық кітапшасы. Кім шығады оқуға? Шыға қойшы. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» шығармасы қазақ поэзиясының алтын қорынан орын алған терең мағыналы және көркемдік құндылығы жоғары туынды. Оның өлеңдері адам жанының ең нәзік түйсіктерін, табиғаттың көркем суреттерін және адамзаттың мәңгілік махаббатын суреттейді. Бұл шығарма арқылы ақын өмірдің мәнін, адамның ішкі дүниесін және сыртқы әлеммен байланысын терең сезінудің қабілетін ашады. Ал енді бұл комикс не туралы екен? Қазір ақырай оқысын, жарай ма? Бүгінгі комикс беттерінде біз Мұқағалидың «Аққулар ұйықтағанда» өлеңінің мазмұнын жаңа форматта Pixar стиліндегі визуалды әлемде қайта жандырамыз. Бұл көркемдік шешім арқылы оқырман өлеңнің әр жолында жасырынған эмоцияларды, образдарды және метафораларды толық сезіне алады. Комикс форматында бұл шығарма өлеңнің көркемдік кеңістігін кеңейтеді, оның мағыналық қабаттарын ашуға мүмкіндік береді. Біздің комиксіміз Мұқағали шығармаларына деген құрметтің белгісі болып табылады және оның өлеңдерін уақыт пен кеңістіктен тыс құндылығын көрсетеді. Бұл комикс оқырманға Мұқағали Мақатаевтың поэзиясын жаңа көзқараспен қабылдауға және оның шығармашылық мұрасының маңыздылығын түсінуге көмектеседі. «Аққулар ұйықтағанда» комиксі бұл тек әдеби туынды емес, сонымен қатар адамның ішкі дүниесінің кеңдігін және табиғаттың сұлулығын тануға шақыратын визуалды саяхат. Яғни балалар дұрыс айтады. Қазір сендерге мысалы өлеңдегі тұтастай оқулықтардай қараңдаршы, дүзуінен егер берілетін болса, кішкене қызықсыздау болады. Ал сен өлеңнен одан кейін суретті де көріп отырасыңдар. Яғни сендер оқып отырып болып жатқан оқиғаны көз алдыларында не істейсіңдер? Бейнені көріп отырасыңдар. Жарай ма? Отыра ғой енді. Келесі бала, кеттік ал. Бөлініп, рөлге бөлініп оқып шығайық мына комиксті. Автор керек. Кеттік. Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған, түн күзетіп ана отыр қошан арып, шарасыздан шашыраған жаудыраған, түні мынау тамыздың маужыраған, тауын анау шыңылдақ салбыраған, бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының ана отыр күйін бағып. Қайдағы бір қатыгез сұрқай олар, миын қарып барады, миын қарып, сарқытындай өлімнің қалған қарғап, жікеу болса дүние ай арман барман. Ара жідік назарын аударады, төрт бүктеліп еденде қалған жарға, қауіптеніп түндерге таңдарға да, үн шығармай іш құса зарлаудана. Мына күндіз тәуіп шау не деп кетті, әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Аурушаң баланың өмірінің тағдыры айтылып тұр, яғни ана жүрегінің дұрыс соғуы және де тәуіптің айтқан емдік жолдары. Яғни әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Ал балалар ары қарай кім оқиды? Мен оқысам. Енді дағы жайымен жөнеп кетіңдер. Жөнеп кетті. Аққу мен баланы аластаңдар, деді дағы жайымен жөнеп кетті деп басы кетіп қалады екен. Отыра ғой. Келесі. Тұрсаңшы таяу қалады таң атуға, неткен жансың санасыз жаратылған, манағы тәуіп шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан, айналайын аққудың қанатынан, қайтеміз ол да адамға бала туған, жетім өлге барып қайта таң жамыл, таң атқанша қалайды тауға ілік, біреулердің көзіне түсіп қалып, дүрлеп-дүрме жұртыңды сала біліп, кім білсін мүмкін бәрі жалған үміт деп жерде жатқан әкені жұлқылайды. Сол кезде әке, апыр-ай, қалай барам, атағының аққу құсты қалай ғана, айдынның аққулары ұйықтағанда, өлген мал, өскен шырша абайлаған, барлығы қасиетке қарайлаған, оқ атам қасиетке қалай ғана, бармаймын, бара алмаймын, қалай барам, деп зарланды. Амалы таусылған ана, не істерін білмей. Ана, жалғыз одан артық
артық па жалған бәрі, балам өсе бақыттың керегі не, топан су басып кетсін қалған бәрін, берсен сұрап несіне армандадың, құрысын онсыз сенің жанған бағың, мылтықты әкел атты ертеп жалған бәрі. Жалған бәрі деп не істейді екен ана? Күйеуі бармайын деп, иә? Аққудың қарғысына қалмайын дегеннен кейін не істейді екен қарақан? Аққуды атуға барады. Мылтықты алып, өзі иә, дұрыс айтасың. Кеттік. Автор: аққулар, аққу мойын сүмбе қанат, алаңсыз тарануда күнге қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын, етермін тағдырыңды кімге аманат. Жаны сұлу, ақ ерке мары сұлу, бір мамығы майысса ауырсынып, тарақ етіп тұмсығын тарайды кеп қауырсынып, құм тұрса да түйір ауырсынып, жаны сұлу, ақ ерке мары сұлу, ақ қанатын сабала басыр салып, бірге суға сүңгиді басын малып, ойнасын ерке құстар, тыныштығын олардың қашырмалық. Ана отыр, озбыр ойлап қамалуда, олар ақ айдынды қалдырды да тартты кеп, ана отыр жағалауға, шомылмай шолжаң екен батырланып, ана отырған шаршап жақындады, көзі тұнған бейбағын топ аққуға, білмей қалдым мылтықтың атылғанын. Иә, суретті көріп тұрмыз ғой балалар, иә, мылтық атылып кетті. Ал келе ғой мына жаққа. Шал. Бұл кім болды таңсәріде, көргенсіз көл басында мылтық атқан, құстардың зәре құтын шырқыратқан, не қылған қаныпезер құлқы қатқан. Бұл маңның адам емес сырадағы, білейін табайында бір амалын. Қаруы бар кәзапқа құрықпенен, ұмтылса қалай қайрат қыла аламын, жөн болар алыс тұрып сұрағаным. Ей, кімсің, тірісің бе, жаның бар ма? Аққуды неге қасың, арың бар ма? Тас келгенге жаның бар да. Әй балам, болмады ғой, қасиет кетті гүлден сорлады ғой. Иә, балалар, суретті көріп тұрмыз ғой, иә? Сонда не істейді? Ана сол опасыздыққа барады екен, иә, артыра жібересің. Болған жайды шал баяндап зарланды. Шал әйелінің азабын түсініп, құшақтап тұрып, тәуіптің айтқанының бәрі өтірік. Атқа мін, ауылға қайт, ол жаны ғой. Білмеймін сораттың ба, бағаттың ба, аққуға кезеңдерде ырым жасап, тым құрыса саусағыңды қанаттың ба. Ана, жоқ, ата жасамадым ондайды мен, жасымнан естігенім бар тың еді, әйтеуір аққу атқан оңбайды деп. Иә, шал не дейді екен сонда? Солай аманатты Құдайға. Иә, Автор өмір емес өмірі қораштанған, байғұс ана тірліктен қалас қалған. Келеді ана қарашыдай ел мен жерден бір жола аласталған, аппақ нұрды көре алмай ақ аспаннан, түн-түнекте бейне бір адасқан жан, ақ төсек, аппақ айдын, аққу бала, жаралы аққу секілді жаттың бана. Яғни жасаған қателігіне бүгін Мына жатқан жетім көл мына аққуды өз қолыммен өлтірдім, аттым жаңа. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кешіре көр жаратқаным. Қазір ботам, мінеки таң атады. Қазір ботам, аққумен шықтаймын. Жазыласың құлыным, балапаным. Қасиет, о қасірет. Жанында тұрғаны белгілі, иә? Бір шалдың, міне, бақсы шалдың келгені белгілі балалар, иә? Ары қарай, міне, шалдың анаға айтқаны, ананың әкесіне қайтадан жылап айтып, міне, мылтықты алып өзінің жолға шығуы, аққулар тұрған жерге барып, аққуда өлтіруі, міне, барлық оқиға түсінікті екен, иә? Аққуды атқаннан кейін де баланың бұл дүниеден өтіп кеткені белгілі екен, иә? Енді балалар отыра ғой. Анда поэмасының композициялық құрылысына талдау. Яғни басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шебе және де шешімін табатын боламыз. Бәріміз аштық қой.
Тұрат, басталуы, оқиғаның басталуы немен басталды? Түсінікті болсын. Жазып отырамыз балалар бірге, иә, басталуы баланың. Баланың деп жазыңдар, иә. Байланысуы. Балаларға көрініп тұрсын. Балалар біз айтып отырған кезде бірге дәптерге жазып отырыңдар, иә. Байланысуы. Кіребіз бар. Тәуіп балалар. Жазамыз. Бірге жазып отырыңдар. Анасының әкесімен сөйлесуі. Дамуы ғой енді. Ананың әкесімен сөйлесуі. Әкесімен сөйлесуі, дұрыс айтасыңдар балалар. Баласының тағдыры үшін анасының көлге баруға бел буы, яғни шешуі. Суы, дұрыс қой. Іштен кетті жазып. Қосылып жоқ ойысы. Аха, кет. Аққуды атуы. Атуы. Кеттік келесі. Шешімі. Жазып отырмыз балалар, иә? Үш сөз әдісі. Яғни, қараймыз, сендерге сөздермен әртүрлі, иә, смайликтер берілген. Енді төменде берілген 8 сөзден ең сәйкес келетін 3 сөзді белгілеңіз. Тез жеке шығып, мына жерден 3 сөзді белгілеп, көрсетіп, өз ойымызды айтып кетейік. Шығамыз. Жоқ, баспай көрсетсең болды. Бұлай сенімділік, тағы да Сенімділік, қуаныш, шабыттану. Шабыттану. Отыра ғой, жарайды. Қуаныш, таңғалу, сенімділік. Иә, сенімділік. Сенімділік, таңғалу. Иә. Қуаныш, таңғалу, сенімділік. Иә, сенімділік. Басқа эмоциялар жоқ, жытық, ренжу. Ашу, ренжу, тыныштық. Иә, ал не үшін ренжу? Себебі баланың өміріне қасиетті өмірі дейді. Иә, ашу. Ашу, қасиетті құсты ату туралы мәлімдеме. Отыра ғой. Қуаныш, сенімділік, шабыттану. Аха, шабыттану, иә, келесі. Қуаныш, таңғалу, шабыттану. Аха, отыра ғой. Перизат айтыңыз. Таңғалу, сенімділік. Иә, жарайсың. Қуаныш, сенімділік, шабыттану. Ал не үшін сенімділік? Өйткені бүгін сабақта бәріміз Бұл мәліметті, мәліметті алдық өзіміз. сондықтан да сендер өздеріңе сенімді болып тұрсыздар, иә, мәліметті білгендіктен. Отыра ғой, жарайсың. 3 сөзді таңдадыңыздар балалар, иә, жарайсыңдар. Енді сол үшін біз өзімізге сенімді болдық, иә. Не істедік біз? Поэманың мазмұнын күшті түсініп алдық, иә. Таңғалдық. Неге таңғалдық біз? Неге таңғалдық? Ана қандай көптеген еліктерге барып, тәуіптің айтқанын орындадық. Иә, Санжан? Ақыл мен баланың бір уақытты. Иә, өлу оған да таңғалдық деп. Көптеген мәліметтерді түсініп, Түсініп өз ойымызды жеткіздік, иә.